Қайрат Нұртас сахнада стриптиз ұйымдастырмақшы болды. Ұсталғаннан кейін бостандыққа шыққан Қайрат Нұртас Теміртауда металлургтер күніне арналған концертте өнер көрсетті. Ол Ирина Қайрат қызы тобымен бірлескен ән орындап, стриптиз сияқты нәрсені көрсетуге тырысты. Әртістердің қойылымы түсіріліп TikTok сайтында жарияланды. Бейнебаян 600 мыңнан астам қаралым жинады. Қайрат Нұртас жанкүйерлерін таңғалдырды. Ол футболкасын алып жыртып алды. Астында дәл сол жейдені киген тек жұқа. Біраз ұят болды. Оның костюмінің үстіңгі қабаты шалбарына ілініп кетті. Артист ән айтуды жалғастыра отырып, футболкасының ілгегін шешпек болған. Осының барлығы көрермендерді дүркіретіп ду қол шапалақтаумен жүрді. Ал Гүлзира Айдарбекова болса, баласының осы қылығына Алла бақ берсін деп дуа жазып қойған екен. Қайрат Нұртас!